Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын құймақтардың рецептісімен бөлісемін. Осы рецептпен жасасаңыз, сіздің құймақтарыңыз міндетті түрде жақсы болып шығады. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Енді 3 ас қасық қант саламыз. Егер тәттірек құймақ қажет болса, үстінен тағы қант салсаңыз болады. Енді жақсылап қантымыз ерігенше жұмыртқамен араластырамыз. Енді рецепт бойынша берілген ұнның жартысын саламыз. Жақсылап араластырып, үстінен жылы сүт құямыз. Енді қалған ұнымызды қосамыз. 1 келкі масса болғанша дұрыстап, жақсылап араластырамыз. Осындай комоктары болмауы керек. Жарты кішкентай қасық тұз қосамыз. Араластырып, үстінен қайнаған су құямыз. Жаңа рецепттерден қалып қалмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Және де ең соңынан 2-3 қасық сұйық май құямыз. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Осындай сұйық болуы керек. Табамызды қыздырып, бірінші құймақты дайындаған кезде аздап сұйық май құйсаңыз болады. Ары қарай қалған құймақтар майсыз жақсы жабыспай шығады. Қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі бетіне аударып, тағы да 10-20 секунд шамасында қызарғанша пісіреміз. Мінекей осындай әдемі болып шығады. Біздің құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді, балаларым сүйіп жейді. Ас болсын жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнады деген сенімдемін. Дрожжсыз, қопсытқышсыз, содасыз дайындалатын құймақтар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлде көп жаңа рецепттермен бөлісемін.